Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Армысыздар, бармысыздар. Бүгін қазан айының 20 қаншасы? 22-сі ма бүгін? 23-і болып кетті. 23-ші жұлдызы. Қойды көшіріп бара жатырмыз. Олы көш. Сонау Балқаштың бер жағына құмға кетіп бара жатырмыз. Алдарыңыз қалай? Көш жалғасады бұйырса. 5 күнде жетсек деген жоспар ниетіміз бар, бұйырса Құдай қаласа. 5 күнде жетіп балат шығарымыз деген ой бар. Байланыста боламыз. Кезекті видео. Біздегі Баян жүрек жайлаудың басына қар жауды. Баян жүректегі сәл шөп нашар биыл. Сондықтан құмға көшіп бара жатырмыз. Міне жолшыбай қошқарды қосып алдық. Қошқарды қосып алдық деймін. Хей! Қой деген заулап бара жатыр. Тарт! Кай! Қайырлы таң достар. Міне бүгін бізде 2-ші күн. Шымбұлаққа келіп қондық. Шығып барамыз енді. Ал міне жолда 2-ші күн жүріп бара жатырмыз. Қошқарлармен. Оппа! Қошқарлар сөзсіп жатыр. Жәке аға сәлем жолдап қой. Қазақ еліне. Қалайсыздар достар, күн бұзылды. Мен қалған жүктерді тиіп атымын, жолға шығып бара жатырмын бұйырса. Қой жетіп қалады бүгін. Мен жолға шығайын деп жатырмын бұйырса. Міне достар, құмның жолына түстім. Үйден шыққалы 3 сағат болды. Бір сәтпенен қиындау, ақырын жүріп келе жатырмыз. Достар, құмның жолы деген бітпейді ой жарықтық. Әлі келесің. Келе бересің. 4 сағаттай болды жүріп келеді қадыма.
dostlar, mene Kasta qarayıp baratır, men әлі жолдан келе жатырмын, әлі. Жетер емеспін, әлі келе жатырмын, әлі келе жатырмын. Күн деп атты. 4,5 сағаттай болып жүрмін бе. Жетер емес сол. Келдік. Түйсен қанаған басына келіп отырмыз. Мынандай қызықты көрдіңіздер ме, достар, біз жолдамыз. Мына бір үй екен, осы жерде қыстапты. Бір кісілер. Соның терезесін үйінің мынандай жасап қойыпты. Мәшиненің есігін алыпты да, терезе жасап қойған ғой. Пердені қараса ішінен ашып қояды. Мынада кіре бересің. Шпалдан салынған. Қойлар жатыр. Аттар тұр міне. Үй жағдай осындай шіркін міне. Көрші екеміздікі доса міне. Құмда тентіреп жүрміз. Жер жоқ. Қазақтың жері кең дейді. Атасының басы. Кең. Шындап келгенде тар екен. Сиіспай жатыр. Амал қанша. Күн өлтіп жүрміз. Қой ол бүгін адасып кетті. Бір-біріміз таппай жүрміз енді. Қалдарыңыз қалай, достар? Мына жерге келіп едік. Қой келе алмай адасып. Соны бүгін келу керек болған. Келсек мына жерге бір басқа кісілер алыпты бұл жерді. Сонымен бұл кісілер отырмайсыңдар, біз алған жер деген талас. Сонымен енді қайда барамыз деп енді бір жер бар, сол жерден көреміз. Сол жерге барамыз, енді қалай болар екен, жер іздеп жүрміз. Айдала құмның ортасында. Кеттік. Сәкен екеуміз кетіп барамыз міне енді. Қойға қарай. Қойды тауып алсақ шүкір енді. Адасып кетпей тағы да. Жаңа мына жерде бір жерге бокс ойттап тұрып қалдық, әрең шықтық. Әкең ауызы. Ал достар, міне бір жерге келдік. Сүр! Қойды әрең таптық достар. Сонымен кешеден бері адасып жолда міне. Дүйсен қадағамыздың құдығы бар екен олса. Су шығарып жатырмыз, қойды суғарамыз. Қой шөлдеп қапты. Қой шөлдеп қалған. Су шығарамыз берсе. Моторымыз бар, бензиніміз бар, моток бар. Ұрық міне. Күн деген ысып кетті. Күн ыстық. Кәпішкемен жүрміз міне. Жаз болып кетті мына жақта. Бүгін қаншасы еді? 29-ы. Қазан айының, октябрьдің 29-ы. Су әлі толған жоқ. Әлі шығарып жатырмыз суды. Мынаны толтырып қазір қойды су қарғанға. Су айбат екен. Дәміден арман. Мына жерде міне тамақ жасап жатырмыз. Ой, қойлар жүгірді, шөлдеп қапты байқұстар міне. Қойларым ай. Шөлдеп қапты, жануарлар ай. Кешеден бері қаңғып адастырып сендерді қараш. Шөлдетіп сендерді байқұстар ай. Шыңдер. Қысылатын болды мынаған бәрі. Жай. Мында сары қой жығылып қапты, мынаған жатқан жер. Çık. Kuç. Ha, suda qarab qo'y керек edi. Et ашқан ба? Жоқ, қонақтарға. Қонақ бар ма екен? Иә. Тамақ ішіп отырмыз.
Қойдың бәрі су ішіп. Ал қайырлы таң достар міне. Құмның ауа райы деген тұман басты. Сәкей аға сәлем жолдап қойып. Сәлем. Мынау міне Дүйсенхан ағамыздың қыстаулық жері. Телефон ұстап тұр. Айбат керемет. Осы Дүйсенхан ағамыздың өргесінде бір ескі қорасы бар еді, соны бізге берді бұйырса. Сол жерде қыстап шығыңдар енді деп. Әне бір қазақ айтады ғой. Жақсы адамға мал бітсе, жаман адамға мал бітсе, жанына қоныс қондырмас, жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас деп. Дүйсенхан ағамызмен жақсы адамдардың қатарынан болып отыр деп. Көңіл сүйсе бәрі сият деп міне. Жанынан қоныс беріп, отырғызып, анау қора мына жерде бір ескі үй бар, сол жерге отырыңдар деп. Енді сол жерге орналасамыз бұйырса. Қысымыз жайлы болып аман есен шығайық енді. Ал жақсы онда. Міне осындай бір базға келдік. Осы жерге бір 10 күн тұрақтау керек болып тұр. Жер табылғанша. Міне базға орналастырып тастадық. Бұйырса уақытша. Енді қалаға барып, үйге барып